Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәл осындай сәукеле нанның жасалу үшін форманы қолдан бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге осындай картон керек болады. Бұдан қатты картон болса да болады. Және осы картонды біз үшбұрыш қылып орайтын боламыз. Енді шет жақтары ашылып кетпес үшін скотчтың көмегімен бекітіп аламыз. Енді төменгі жағындағы артық бөліктерін кесіп аламыз. Осымен біздің формамыз дайын болады. Енді пешке піскенде біздің формамыз күйіп кетпес үшін міндетті түрде фольгамен орап алатын боламыз. Алдымен осылай негізгі бөлігін орап аламыз, кейін төменгі бөлігінде орап бекітетін боламыз. Барлық жағы фольгамен жабылып тұру керек, егер ашылып қалса біздің қағазымыз күйіп кетуі мүмкін. Пісірер алдын форманы міндетті түрде майлап алыңыздар, және майланған форманың үстіне біздің қамырымызды орналастырып, нанды пісіре берсек болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар, және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер.